Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгінгі видео YouTube'ға арналып жасалған по счету 5-ші видео. Бүгінгі видеода біз полностью ликвидность логикасын талқылап өтеміз. Қосымша имбаланстарды қалай пайдалану керек. Жалпы имбаланс дегеніміз не, оның логикасы неде, полностью соған тоқтала кетеміз. Ең алдымен видеоның басында ескерте кетейін, егер де сіз ликвидность логикасын түсінбейтін, смарт мани логикасымен сауда жасамайтын адам болсаңыз, яғни технический анализ немесе басқа да сауда жасау стилімен сауда жасайтын болсаңыз, тогда бұл видео сізге түсіну қиын болады. Но все-таки аяғына дейін көрсеңіз, пайдалы болатыны сөзсіз. Сондай-ақ мен видеода полностью өзім ликвидностьқа қалай қараймын, сондай-ақ қандай ликвидность түрлеріне мән беремін, вот соны айтып өтемін. Енді ағайын, видеоның басында ликвидностьтің логикасын бір жіктеп алайық, одан кейін видеоны жалғастыратын боламыз. Ең алдымен кез келген смарт мани трейдер біледі, что ликвидность дегеніміз ол бізде басқа трейдерлардың немесе компаниялардың, хедж фондтар және де басқа да үлкен компаниялардың стоп-лосстары. В основном бізде смарт мани, яғни умный капитал, ликвидностьтің артынан жүреді, яғни нарықтағы бағаның тепе-теңдігін сақтау үшін, сондай-ақ пайда табу үшін. Біз білеміз, что бізде ХТФ контексте үлкен ликвидность алынғаннан кейін баға көп жағдайда разворот болады. Мысалы, бізде мына жерде көрініп тұрғандай, баға не істеді, үлкен ликвидность жинады, яғни бізде үлкен, можно сказать, боковик бар, бізде свинг хай алынды, баға не істеді, баға просто так разворот болды деген сияқты. Но қай жерде разворот болады, біз оны қалай анықтай аламыз? Вот осы жерде көпшілік смарт мани трейдерлар қателеседі. Вот сондай-ақ мен қазіргі видеода өзімнің полностью логикамды түсіндіріп өтемін, яғни қайсы ликвидностьқа мен қараймын және де ол ликвидностьті қалай пайдаланамын деген сияқты. Ең алдымен өзіммен қолданатын үш ликвидность түрін айтып өтейін. Ең алдымен ликвидность дегенде мен қараймын, ең бірінші ол ХТФ ликвидность. Біз білеміз смарт манida, что бізде ЛТФ контекстке қарағанда ХТФ контекст более маңызды екенін. ХТФ контекст дегеніміз ол бізде үлкен таймфреймдегі контекст, яғни условно 3 айлық, 1 айлық, 6 айлық деген сияқты. Екінші мен қарайтын ликвидность ол бізде ішкі ликвидность ERL және де сыртқы ликвидность ERL. Және де сондай-ақ мен уже ЛТФ-ке келген кезде сессияның ликвидностьін қараймын, мысалы азиатская сессияның деген сияқты. Ең алдымен қазіргі уақытта байқап тұрғаныңыздай графикте ештеңе сызылмаған, мен полностью өзім ХТФ контексттен ЛТФ-ке дейін қалай анализ жасаймын, қандай ликвидностьке мән беремін, соған тоқтала кетейін. Ал енді ағайын, мен нарыққа көзқарасымды сіздерге полностью түсіндіріп өтейін. Ең алдымен ескерте кетейін, егер де менің анализ жасауым сіздерге ұнаған жағдайда сіз полностью копировать ете аласыздар, но сіздер учитывать ететін бір дүние бар. Егер де сіз нарықтың логикасын дұрыс түсінбесеңіз, сіз стоп-лосспен убытыққа кетуіңіз мүмкін. Сондықтан ликвидностьпен жұмыс істеуді өте көп практика жасаңыз, өте көп нарықты, условно крипта, индекс, форекс, валютная пара көп. Мысалы үшін бізде полностью сол валютная параларда практика жасаңыз. Но бізде форексқа келгенде основном көп жағдайда біз доллардың индексіне қараймыз. Условно біз қазір анализ жасап отқан евро USD, ол DXY-ге тура қарама-қарсы жүреді. Сол сияқты, например, басқа бір пара USD GPI, ол тура DXY сияқты жүруі мүмкін. Сондықтан всегда DXY-ге анализ жасайсыздар және де өзіңіз сауда жасағыңыз келетін параға анализ жасайсыздар. Енді ағайын, мен полностью өзімнің анализімді ХТФ контексттен бастап көрсетіп өтейін. Всегда мен, условно, ештеңе жоқ графикке келдім, мен ХТФ контексттен бастаймын. Вот. 12 айлық таймфреймге өтсем, мен қандай картина көріп тұрмын? Бәріміз білеміз, что біз нарративті анықтау керекпіз алдын ала. Егер де сіз нарративті қалай анықтау керек екенін білмесеңіз, мен осы оң жақ жоғары жаққа там видеоға ссылка қалдырамын. Сіз сол видеоға өтіп, видеоның аяқ жағында бар, қалай нарративті анықтау керек екенін көре аласыздар. Ең алдымен ағайын, мен сауда жасауға келгенде всегда ХТФ контексттен бастаймын, яғни бізде таза график болғаннан кейін полностью 12 айлық таймфреймнен бастап тұрмын, яғни бір свич ол бізде 1 жыл болады. Біз қандай картина көріп тұрмыз? 2022 жылы, вот 2022 жылдың свичасы бізде не істеп тұр? Теламен закреп болып тұр. Яғни бізде цель қайсысы? Sell side ликвидность. Вот. Мен sell side ликвидность деп белгілеп қоямын. Мен уже біліп тұрмын, что алдағы уақытта, яғни 2025-2026 жылда бізде евро полностью шартовый болуы мүмкін екен. Но это не значит, что баға сразу там sell side ликвидностьқа фук етіп кетіп қалады деген сияқты. Себебі бұл 12 айлық таймфрейм, бұл таймфреймде қозғалыс өте баяу болады, біз оны білеміз. Вот мен уже анықтадым, что бізде цель sell side ликвидность екен. Енді мен 6 айлық таймфреймге өтсем, мен қандай картина көріп тұрмын? Вот, мына свича бізде байқасаңыздар, buy side ликвидностьпен де,
sell side ликвидностьпен де жұмыс істеп тұр. Яғни уже мен 6 айлық таймфреймді нарративті анықтау үшін, яғни 6 айлық свитчаға нарратив анықтау үшін мен нені білу керекпін? Бірінші баға қай жақтағы ликвидностьпен жұмыс істегенін. Уже біз мына жерде көріп тұрмыз 6 айлық таймфреймде, вот бізде уже fulfill болды. Яғни полностью ребалансировка болды, имбаланс fulfill болды. Видеоның соңында мен имбаланс жайлы түсіндіре кетемін, сол кезде сіздерге более түсінікті болады. Если біз ребалансировканы 12 айлық таймфреймде қарайтын болсақ, біз уже көріп тұрмыз, что вот осы свитчаның тені мен осы 2023 жылдың свитчасының тені екеуінің арасында пустой жер жоқ, яғни ребалансировка уже болды деген сөз. Біз бұны 6 айлық таймфреймде анық көріп тұрмыз. Неге? Себебі 6 айлық имбаланс полностью ребалансировка болды. Алдағы уақытта біз білеміз, что жылдық таймфреймде бізде нарратив шартовый екен. Енді біз қандай картина көріп тұрмыз? Бізде осы свитча buy side ликвидностьпен де, sell side ликвидностьпен де жұмыс істеп тұр. Яғни баға бірінші қай жақтағы ликвидностьпен біз жұмыс істеген білу үшін более LTF таймфреймге өтеміз. Ең алдымен мен вертикальный линия қойып алайын, чтобы қай жерде свитча басталғанын білу үшін. Мен уже көріп тұрмыз, что бізде свитча open болғаннан кейін біз алдымен buy side ликвидностьпен жұмыс істеп, одан кейін sell side ликвидностьқа жұмыс барғанын көріп тұрмыз. Яғни бізде биас сақталды, яғни 6 айлық биас бізде сақталды, баға не істеді? Алдымен buy side ликвидностьпен жұмыс істеді. Енді мен уже білемін, что алдағы уақытта, баға менде sell side ликвидностьқа баратынын білемін. Вот. Мен бұны sell side ликвидностьті белгілеп қоямын, яғни уже 6 айлық таймфреймдің биасы менде шартовый. Яғни уже 6 айлық свитча менде шартовый болады деген сөз. Енді мен не көріп тұрмын? Бізде вот осы июль айында басталған 6 айлық свитча buy side ликвидностьпен жұмыс істеді. Біз білеміз, что нарратив сақталу үшін баға осы жаққа бармау керек. Баға не істеді? Баға ол жаққа барған жоқ. Мен уже көріп тұрмын, что баға buy side ликвидностьпен жұмыс істегенін. Енді мен уже білемін, что баға sell side ликвидностьке ұмтылып жатқанын. Вот. Яғни бұл 6 айлық свитчаның минимумы. Енді 3 айлық таймфрейм өткен кезде мен қандай картинаны көріп тұрмын? Біз білеміз, что sell side ликвидность, яғни осы мен белгілеп қойғандарым, бізде алдағы 6 айлық цель екенін. Баға не істеді? Баға ликвидностьпен жұмыс істеді. Жаңа мен 3 айлық таймфреймде, 6 айлық таймфреймде белгілеген сияқты, вот. Осы жерде баға не істеді? Баға ликвидностьпен жұмыс істеді. Енді қандай картина көріп тұрмын? Бізде полностью баға ликвидностьпен жұмыс істеді. Көпшілік осы жерде сұрайды, Қуаныш, сен нарративті үйретесің, но мына жерде бізде теламен закреп болса да, вот, теламен закреп болса да бізде нарратив сақталған жоқ деген сияқты. Неліктен? Себебі біз HTF контекстпен қараған кезде нарратив сақталуы міндетті емес. Неге? Себебі біз 6 айлық нарратив сақтадық. То есть бізде цель sell side ликвидность, баға не істеді? Баға жоғары жаққа манипуляция жасады деген сияқты. Яғни buy side ликвидностьпен жұмыс істеді. Мен уже көріп тұрмын, что баға buy side ликвидностьпен жұмыс істеген. Алдағы уақытта менде цель только sell side ликвидность. Енді айлық таймфреймге келген кезде мен уже біліп тұрмын, что бізде евро шартовый болатынын. И уже айлық таймфреймге келген кезде полностью сол нарративті анықтаумен жұмыс істей беремін, яғни ликвидностьпен. Мен көріп тұрмын, что buy side ликвидностьпен жұмыс істегенде кейін баға, вот, август айында баға не істеді? Август айында баға ликвидностьпен жұмыс істеді, но теламен закреп болды. Яғни ПМХ-да бізде полностью теламен закреп бар. Вот. Келесі айдың целі бізде лонговый. Келесі айдың целі как только алынды бізде, buy side ликвидность алынғаннан кейін баға не істеді? Баға разброс жасады. Алдағы уақытта бізде цель полностью sell side ликвидность. А біз білеміз, что бізде жылдық нарратив лонговый екен, шартовый екен. Біз уже білеміз, что жылдық нарратив шартовый екен. Это что значит? Уже біз білеміз, что DXY-де, яғни доллар индексінде біз лонговый болатынымызды. Енді LTF-ке өткенде мен қандай картина көріп тұрмын? LTF-ке өткен кезде мен өткен видеоларда осы жерді полностью разбор жасап өткенмін. Сол видеодан көрсеңіздер болады. Қазір де разбор жасап өтейін. Яғни уже buy side ликвидность алынғаннан кейін мен алдағы ай полностью шартовый болатын білемін. Қосымша вот бізде апталық нарратив біз теме свип болып жабылдық. Нерешительная свитча деп айтады ғой свитчаны. Доджи дегенде аты бар. Кому как удобно, солай айтсын. Вот. Мен уже біліп тұрмын теме свип болып жабылғанын. Баға не істеді? Баға просто октябрь айы басталған кезде бізде полностью разбор болды. Если біз айлық биаспен қарайтын болсақ, айлық нарративпен, яғни уже біз білеміз, сентябрь айы бізде полностью теме свип болып жабылған. А вот октябрь қалай басталды? Полностью шартовый қозғалыс. Яғни бізде цель PML болатын. Енді мен апталық таймфреймге анализ жасап болғаннан кейін, осы аптаға анализ жасап өтейін. Яғни уже менде теламен закреп болғаннан кейін мен уже алдын ала білемін, что келесі аптаның цели менде previous weekly low екен. Енді мен интрадай трейдер болғаннан кейін, мен күн ішінде сауда жасасам, мен апталық диапазон ұстауға ұмтылмаймын. Яғни күн ішінде сауда жасадым.
мен сол Азияның хай мен лоуын алдым. И все, на этом все, мен анализімді тоқтатамын, саудамды тоқтатамын деген сияқты. Главное, менің табысым өзімнің көңілімнен шықса болды. Главное, мен плюста болсам болды. Апталық нарратив мен уже білемін, что бізде previous weekly low, шарт там цель екен, осы аптаның целі. Енді мен күндік таймфрейм өткен кезде нені байқаймын? Вот. Бізде апталық цель шартовый. Но қарасаңыздар, осы жерде көп адам сұрақ қояды. Вот, анш, бізде мына жерде теламен закреп бар, но бізде PDL алынған жоқ, previous daily high алынды деген сияқты. Оны біз HTF контексттен байқаймыз. HTF контексте біз не көріп тұрмыз? Ликвидностьпен жұмыс істеген соңғы свеча бізде как не сияқты выступать етеді, как OB сияқты выступать етеді. Баға бізде неден реакция алып тұр? Баға бізде полностью теласынан реакция алып тұр. Если біз диксиге өтетін болсақ, үш айлық таймфреймде. Вот үш айлық таймфрейм біз нені байқап тұрмыз? Үш айлық свечаның теласына келгеннен кейін, үш айлық свечаның теласына келгеннен кейін біз анық көріп тұрмыз күндік таймфреймде. Вот мен осы линиямен белгілеп қойдым. Баға не істеді? Баға именно содан реакция алды. Яғни уже бұл жерден баға реакция алатын сөзсіз. Евро сондықтан бізде лонговый болды. Яғни құры біз басқа PDRI матрицамен, яғни ордер блок, имбаланс сияқты басқа дүниемен біз daily biasты байланыстырмай, біз только минуста боламыз, егер де біз нарықтың логикасын түсінбесек. Сондықтан бізде баға PDL алған жоқ. Но біз алдын ала білеміз, что бізде келесі аптаның целі бізде previous weekly low екенін. Яғни понедельник ашылады, может быть понедельник бізде лонговый болады, вторник понедельник максимум алып, дальше шартовый болуы мүмкін. Қосымша біз көріп тұрмыз, что бізде жаңалықтар көп екенін. Яғни баға көп жағдайда sell side ликвидность қамтылатыны бізге белгілі. Вот осылай мен daily биасты анықтаймын, weekly биасты осылай анықтаймын. Яғни бағаның ликвидностьпен жұмыс істегенін мен уже білемін деген сияқты. Қосымша баға не істеді? Previous daily high мен жұмыс істегеннен кейін бізде теламен закреп бар ғой, reversal болды. 4 сағаттық таймфрейм LTF кетеміз. Қандай картина көріп тұрмыз? Previous daily high алынғаннан кейін, вот. 1.00 свечасын 5.00 алды. 5.00 біз білеміз, не болғанын? Новости болды бізде. Яғни 8:30-да бізде новости болды, пятница күні. Енді біз часовой таймфрейм өткенімізде қандай картина көріп тұрмыз? Swing high мен баға жұмыс істеді, лонговый болды. Swing high алынғаннан кейін баға не істеді? Баға дальше шартовый болды деген сияқты. Алдағы уақытта келесі аптаның целі бізде previous weekly low. Ал уже понедельник бізде, как всегда, манипуляция болатынын білеміз. Ал енді ағайын, екінші ликвидностьтің түрі, мен полностью график тазалап кетейін, чтобы таза болу үшін. Екінші ликвидностьтің түрі, ол мен айтып өткен сияқты, ішкі сыртқы ликвидность. Яғни, ол бізде көп жағдайда HTF контексте имбаланстармен бірге жүреді. Ну, условно, мысалы, айлық таймфреймді алайық, ішкі сыртқы ликвидность дегеніміз не? Ішкі ликвидность ол в основном, например, swing high ол бізде сыртқы ликвидность болады, а вот имбаланстың ішіндегі имбаланстың границасы ол бізде көп жағдайда ішкі ликвидность болады деген сияқты. Но бізде осы сияқты swing low'лар, который структураның ішінде орналасқан, ол бізде ішкі ликвидность болып есептеледі. Яғни бізде мынау сыртқы ликвидность болатын болса, баға не істеді? Баға алдымен ішкі ликвидность алды, имбалансты полностью fulfill жасады деген сияқты. Одан кейін баға дальше лонговый болды, қайда ұмтылды? Сыртқы ликвидность ұмтылды деген сияқты. Вот. Оны в основном 4 сағатта пайдаланған жақсы, если сіз интрадей трейдер болсаңыз, а если сіз swing трейдер болсаңыз, көп жағдайда, яғни үлкен уақытқа сделка ұстайтын болсаңыз, апталық таймфреймде пайдаланған жақсы. Яғни біз қандай картина көріп тұрмыз? Бізде ішкі ликвидность алынады, баға қайда ұмтылады? Сыртқы ликвидностьқа. Вот. Осындай дүние. Но енді бұны көп жағдайда көп практика арқылы сіздер түсінесіздер, яғни баға ішкі ликвидность алды, сыртқы ликвидностьқа ұмтылды деген сияқты. Баға не істеді? Ішкі ликвидностьпен жұмыс істеді, вот. Сыртқы ликвидностьқа ұмтылды деген сияқты. Но мына жақта қайтадан пересвит болды. Ликвидностьқа келген кезде ағайын, главный маңызды дүние, ол сіз постоянно практиковаться ету керексіз, постоянно көп дүниеге мән беру керексіз. Ну, условно, мысалы, күндік таймфреймге өтейін. Күндік таймфреймде бізде мысал көп. Баға не істеді? Имбаланс fulfill. Сейчас. Имбаланс fulfill. Вот. Ішкі ликвидность. Ішкі ликвидность алынғаннан кейін баға қайда ұмтылды? Сыртқы ликвидность ұмтылды. Яғни біз егер де ликвидность логикасын түсінбесек, кез келген LTF сломнан біз long позиция аша береміз. Мысалы, біздің мына жағдайдағы сияқты. Кез келген LTF сломнан біз long позиция аша береміз, кез келген LTF сломнан біз short позиция аша береміз. Егер де біз бағаның қай жаққа ұмтылып жатқанын түсінбейтін болсақ. Мысалы, мына жағдайда
бізде часовой слом болды, как положено, баға ликвидностьпен жұмыс істеді. Часовой слом болды. Вот. Но баға не істеді? Баға просто ішкі ликвидностьпен жұмыс істеді, дальше лонговыйын жалғастырды. Мына жерде бізде часовой шартовый слом болды. Но баға не істеді? Баға просто ішкі ликвидностьпен жұмыс істеді и дальше лонговый болды. Бізде цель уже ішкі ликвидностьпен жұмыс істегеннен бізде цель қайсысы? Бізде цель сыртқы ликвидность. Ішкі сыртқы ликвидностьқа көп практика керек, чтобы сіздер түсіну үшін. Когда сіздер ішкі сыртқы ликвидностьті жақсылап түсініп алған кезде, сіздер уже order flow деген дүниені полностью түсінесіздер. Яғни сіздер уже тупо любой имбаланстан позицияға кірмейсіздер, сіздер уже строго ликвидностьқа мән беретін боласыздар. Ал енді ғайын система ликвидностьіне полностью тағы бір фокус қойып өтейін, чтобы сіздерге түсінікті болатындай. Бізде система ликвидность в основном мен только азиатская системаға мән беремін. Яғни система ликвидность это как интрадей сауда кезінде өте пайдалы дүние. Біз қандай картина көріп тұрмыз? Кез келген күнді қарасаңыз, либо азиатская система өзі ликвидностьпен жұмыс істейді, осы жағдайдағы сияқты. Либо Азияның максимумы немесе минимум алынғаннан кейін, вот, Азия минимум алды, баға не істеді? Реверсал болды. Азияның минимум алды, баға не істеді? Азияның хайына дейін реверсал болды. Сіз осы сетаптың өзімен ақ, яғни Азия хайлоумен сіз өзіңіздің өміріңізді өзгерте аласыз. Ол өте жақсы сетап, азиатская система сетапы бізде. Яғни Азияның бізде как боковик сияқты жүреді, баға Азияның хаймен немесе лоумен жұмыс істейді. Главное, сіз күндік нарративпен байланыстыра білсеңіз болды. Сол кезде бәрі четко болады. Азияның, например, Азияның минимум алды деп, бағамен біз просто так лонговый позиция аша салмаймыз. Неліктен? Себебі азиатская система өзі ликвидностьпен жұмыс істеп тұр. Ал почему баға мына ликвидностьпен жұмыс істемеді деп сұрайтын адамдар үшін, баға до этого свинг хаймен манипуляция болып ликвидностьпен жұмыс істеп тастады. Яғни бізде жоғары жақта ликвидность жоқ деген сөз. Вот. Сондықтан мына жақ бізде пересвип болмады. Ал осы жақта шорт позиция ашқан адамдар бізде стоп-лоссын қайда қояды? Бізде стоп-лоссын мына жаққа қояды деген сияқты. Алдағы уақытта баға реверсал болған жағдайда бізде полностью осы buy-side ликвидностьқа барады. Вот так вот. Кез келген мысалды осы октябрьдің полностью біз мысал ретінде қарастырып шығатын болсақ, 60-70% біз көреміз, что баға Азияның хаймен немесе лоймен жұмыс істегеннен кейін реверсал болғанын. Мына жерде баға не істеп тұр? Азия өзінің хаймен жұмыс істеп тұр, шартовый қозғалыс. Біз уже білеміз, что айлық бияс бізде шартовый болған. Азияның хаймен жұмыс істеп тұр баға. Вот. Хаймен жұмыс істеген свинг хай бізде баға не істеді? Баға бұл свинг хайға барды ма? Жоқ, баға барған жоқ, баға просто ішкі ликвидностьпен жұмыс істеді и дальше шартовый. Баға не істеді? Мына жерде SMT болған, мен оны өзім ашып қарағанмын. Баға диксимен SMT болды и дальше шартовый. Баға не істеді? Азия өз ликвидностьпен жұмыс істеп тұр, яғни ішкі ликвидность алды. Бізде цель қайсысы? Бізде цель sell-side ликвидность, яғни сыртқы ликвидность. Және де бір қызық факт айтып өтейін. Егер де бізде айлық бияс шартовый болған кезде кез келген новости бізде, например, бізде новостидің уақыты бар. Вот. Например, осы бізде новостидің уақыты. 8.30 деп алайық, осы линияны. Баға не істеді? 8.30-ға дейін, можно сказать, аккумуляция болады. 8.30-да, например, баға бізде полностью аккумуляцияда болып келе жатыр. 8.30-да не істейді? Егер де бізде цель sell-side ликвидность болатын болса, 8.30-ға келгенде баға резко манипуляция лонговый болады, яғни бүткіл buy-side ликвидностьпен жұмыс істейді, и дальше шартовый деген сияқты. Тура мына жағдайда біз көріп тұрмыз, что баға не істеді? Ішкі ликвидностьпен жұмыс істеді, сыртқы ликвидностьқа барды. Көп жағдайда вот Азияның хай алынды, баға қайда барды? Азияның лоу алынды, баға хайына барды, яғни сыртқы ликвидность алынғаннан кейін баға қайттан ішкі ликвидностьқа кетті деген сияқты. Мысалы, мына жерде де біз көріп тұрмыз, что Азияның хай алынғаннан кейін баға шартовый. Вот осындай мысалға өте көп. Егер де сіз просто так трейдингте басыңызды қатырмай, миыңызды ашытпай, ең қарапайым, ең жақсы сетап іздесеңіз, только осы азиатская системамен жұмыс істеу сіздің өміріңізді буквально өзгертеді. Максимум 10 пипс, 15 пипс ұстасаңыз жетеді. Просто рискті көбейтіп, лотты көп ұстайсыз и все. Вот уже көріп тұрсыз, например, новости бізде не істеді? Buy-side ликвидностьпен жұмыс істеді, дальше sell-side ликвидностьқа кетті. Яғни баға ішкі ликвидностьпен жұмыс істеді, сыртқы ликвидностьқа кетті деген сияқты. Сыртқы ликвидность алынғаннан кейін баға қайда барады? Баға қайтадан ішкі ликвидностьқа барады. Байқасаңыздар, манипуляция болған хай бізде алынған жоқ. Көріп отырсыздар ма? Ликвидность логикасы қиындау тема. Бұл жақта көп практика керек, но уақыт өте келе, сіздер бұнымен қараған сайын, көп практика жасаған сайын, сіздер түсіне бересіздер. Просто так бэктеш жасаған кезде, там симулятормен, например,
жұмыс істеп, вот осылайынан бағаның қозғалысын күтіп отырмай, осылай бағаның қозғалысын аңдып деген сияқты. Ондай істегенше, лучше сразу симуляторды пайдаланбай-ақ сіздер осылай бағаның ликвидностьпен жұмыс істегеніне мән берсеңіздер, более жақсы результатқа жетесіздер. Неліктен, когда сіз симулятормен бэктест жасайсыз, егер де сіз полностью нарықтың логикасын түсінбейтін болсаңыз, сіз только стоп алғаннан өзіңіздің мотивацияңызды жоғалтасыз. Яғни условно сіздің басыңызда бір сетап бар, сіз тура сол сетаптың логикасымен қозғаласыз. Яғни сіз нарықты әлі түсінген жоқсыз, но сіздің басыңызда уже сетап бар. Вот из-за этого мен видео жасағым келмейді. Менде ауылда просто так интернет нашар. Сіздің басыңызда сетап бар, сіз сауда жасап отырсыз, яғни бэктест. Сіз бэктест жасаңыз, сіз стоп алдыңыз, сізде минус мотивация. Менде каналда бэктест жасау жайлы видео бар уже. Соны көріп шығып, пайда алсаңыз болады. Такс. Ликвидность логикасы осындай ағайын. Яғни уже бізде новости всегда манипуляция болады. Баға не істейді? Шартовый қозғалыс. Ішкі ликвидностьпен жұмыс істеді, сыртқы ликвидность алынды. Сыртқы ликвидностьпен жұмыс істеді, баға қайда кетті? Ішкі ликвидностьтің бәрін жинауға кетті. Вот. Бізде как только сыртқы ликвидность алынады, всегда реверсал болады. Вот. Теме свип болды, и дальше не. Мына жақта мысалы сұрасаңыздар, неліктен баға там осылайын астығы қайттан кетті десек, яғни мына хайлар неліктен алынбады деп сұрасаңыз, баға уже ол жерде өзі ликвидностьпен жұмыс істеп қойған. Ол жерде чисто ребалансировка болды деген сияқты. Вот так вот. Ну, думаю, ликвидность полностью түсінікті. Бұл жаққа келгенде, яғни ликвидность логикасына келгенде, көп жағдайда практика жасау керек. Уақыт өте келе, сіздер бұны қайта-қайта көрген сайын, сіздер бұл информация сіздің миыңызда сақталады. Из-за этого сіздерде только даму болады, но өте көп практика керек. Сыртқы ішкі ликвидность, ХТФ ликвидность, сондай-ақ систем ликвидности. Азия Хайлоу идеальный сетап адамдар үшін, когда адам қатты басын қатырғысы келмейді трейдингқа, но бұл саладан ақша тапқысы келеді, ол идеальный сетап, басқа дүние ойлап керек емес. Вот так вот. Ал енді ағайын, видеоның келесі бөлігінде мен полностью имбаланс логикасын түсіндіріп өтейін. Егер де сіз имбаланстың не екенін білмесеңіз, барып просто имбаланс деген не деп іздеп, сол видеоны көріп келіңіз, чтобы келесі логиканы түсіну үшін. Себебі қазір айтылатын информацияны сіз просто так түсіне алмайсыз. Ал уже имбаланстың не екенін білетін адамдарға, надеюсь, пайдалы болады. Ең алдымен біз имбаланстың қалай қалыптасатынын білеміз. Жалпы имбаланс деген не? Имбаланс деген ол бағаның тепе-теңсіздігі, яғни дисбаланс цены деп айтады. Яғни баға нарықта тепе-тең емес, алгоритм қайда ұмтылады? Алгоритм сол тепе-теңдікті сақтау үшін. Ну, условно, например, мына жақта бізде баға только құлаған, біз не көріп тұрмыз? Если біз Фибоначчимен свинг хайдан свинг лоуға есептейтін болсақ, вот баға 0,5-тен жоғары шықты, яғни ребалансировка болды деген сөз. Ребалансировка деген сөз, вот ребалансировка деген сол, яғни нарық екі дүние нарықты қозғалтады. Бірінші сол ликвидность алынғаннан кейін баға всегда ребалансировкаға барады. Вот, например, ликвидность алынды, вот ликвидностьпен баға жұмыс істеді азиатская сессия, баға қайда барды? Ребалансировка жасады, слом, шорт болды. Баға не істеді? Мына жақта ребалансировка болды, дәл шартовый деген сияқты. Но көп жағдайда смарт мани новичоктардың жасайтын қателігі бірді. Например, любой имбалансты белгілеп алады, и содан реакция күтеді. Например, мына жағдайдағы сияқты. Например, бізде үлкен имбаланс бар. Неғұрлым имбаланс үлкен болған сайын, новичок ойлайды, значит, ол мықты деген сияқты. Нет. Баға всегда ликвидность ұмтылады. Бұл жағдайда бізде баға ликвидностьпен жұмыс істеп тастады, и уже бұл имбаланс реакция бермейді. А вот осы имбаланс бізде реакция береді, как положено. Вот. Сондықтан ағайын, если сіз новичок болсаңыз, смарт манida кез келген имбалансты белгілеп керек емес, условно осы сияқты. Бізде условно лонговый слом болды, имбалансты белгілеп қойдық, но баға не істеді? Баға просто так пробить етіп астыға кетті. Неліктен? Себебі бізде сыртқы ликвидность алынды, баға всегда ішкі ликвидностьқа ұмтылады. Оның логикасын жаңа мен түсіндіріп өттім. Енді ағайын, ребалансировканы мен бір түсіндіріп өтейін, чтобы сіздерге более түсінікті болатындай ол не екен. Жаңа мен видеоның басында 12 айлық таймфреймді анализ жасаған кезде мен айтып өттім, что 2022 жыл бізде қатты құлағанын көріп тұрмыз, яғни бізде свеча үлкен.
полностью үлкен екенін көріп тұрмыз. 2023 не істеді? 2023 полностью ребалансировка жасап қойды. Вот. Ребалансировка жасалды ма? Жасалды. Яғни тепе теңдік сақталды ма? Сақталды. Если біз осы свечаның хайынан, свинг хайдан, осы свинг лоуға дейін свеча тартатын болсақ, біз не көріп тұрмыз? 0,5-тен баға жоғары шықты. Вот, көріп отырсыз ғой. Яғни ребалансировка жасалынды. Вот. Енді біз 6 айлық таймфреймге өтетін болсақ, 6 айлықке. 12 айдың жанында 6 айлық таймфрейм, более 6 айлық. Баға не істеді? Уже fulfill. Яғни уже мына имбалансқа баға барып керек емес. Неліктен? Себебі уже бізде жылдық таймфреймде ребалансировка жасалып қойылды. Тура сол сияқты күндік таймфреймде де бізде істейді. Апталық таймфрейм, күндік таймфрейм, любой таймфреймде бізде ол жұмыс істейді. Условно баға не істеді? Баға риски өсті, баға не істеді? Ішкі ликвидностьпен жұмыс істеді, ребалансировка жасалды. Вот. Баға дальше лонговый. Баға өсті, ішкі ликвидностьпен жұмыс істеді, имбаланстың реакция алды, баға дальше лонговый. Вот. Мына жағдайда да баға fulfill жасады, ішкі ликвидностьпен жұмыс істеді, дальше лонговый. Но мынандай жағдай, тут бұл жерде де баға ішкі ликвидностьпен имбаланстың реакция алды, дальше лонговый. Почему? Потому что бізде биас лонговый деген сияқты. Вот. Так, кейбіреулер сұрайды, например, вот осындай баға неліктен осы имбалансты реакция алмады деген сияқты. Ну, условно, новичоктар имбалансты белгілеп отырады. Имбаланс как положено белгілеп қойды, и осыдан реакцияған бағаны күтіп отырады. Немесе LTF болатын болса, например, өстіп осыдан позиция ашады, и осы жаққа дейін, например, осы лоуға дейін позиция ұстайды. Баға ол кезде просто так игнор жасайды. Неліктен? Себебі бағаның цели басқа болуы мүмкін. Жаңа мен видеоның басында үш айлық таймфреймде анализ полностью жасаған кезде мен уже айттым, бізде там цель байсайт ликвидность болғанын, из-за этого осындай имбаланстар жұмыс істемейді. Ликвидность пен имбаланстың шатасып отырмын. 4 сағаттық таймфрейм тура сол логика. Почему кейбір имбаланстар жұмыс істемейді деген сияқты сұрайды. Егер де бізде цель алынбаған жағдайда, вот, например, бізде цель sell side ликвидность, баға не істеді? Ішкі ликвидностьпен жұмыс істеді, имбалансты реакция алды, астыға кетті. Вот, баға не істеді? Ішкі ликвидностьпен жұмыс істеді, имбалансты реакция алды, астыға кетті. Но бізде таргет орындалғаннан кейін баға уже имбалансты сақтамайды. Условно, мына жердегі сияқты. Сіз осы жерден реакция күтуіңіз мүмкін, но баға не істеді? Баға просто так оны пробить етті, можно сказать. И дальше лонговый жалғасты. Тура сол сияқты мына имбаланста сіз реакция күтуіңіз мүмкін еді. Баға не істеді? Просто так имбалансты пробить етті. Ну, сондай имбаланстың түрлері бар. Там IFVG, BC, CB деген сияқты. Мен мысалы өзімнің саудамда оларды мүлдем пайдаланбаймын. Жалпы саудама келгенде мен имбалансты да пайдаланбаймын. Неліктен? Себебі мен основной фокусты ликвидностьқа қоямын. Неліктен? Себебі основной мен сетапым черепаш суп. Условно, байсайт ликвидность алынды, цель sell side ликвидность деген сияқты. Ну, ол темаға мен видео түсірмеймін, бірден айтып қояйын. Себебі ол платный учениктар үшін, яғни черепаш суп қалай сауда жасау керек деген сияқты. Ал обычный smart money трейдер үшін, который басын қатырмай ақша тапқысы келетін, азиатская сессияның сетапы, который азиян лоу алынды хайға дейін, азиян хай алынды лоуға дейін деген сетап. Идеальный сетап. Сіз ол сетапты жақсылап бэктест жасап, жақсылап көп мысал көріп алсаңыз, сізде win rate смело 60-70% болады. Насчет этого уайымдамай ақ қойсаңыз болады. Уже азияның, например, хай алынды, лоуына дейін, лоу алынды хайына дейін. Сіз смело сделка ұстап, ақша таба бересіз. Вот так вот. Надеюсь, имбаланс түсінікті болды. Яғни имбаланс деген ол бағаның там тепе-теңсіздігі, яғни нарықтағы баға тепе-тең емес, алгоритм не істейді? Ликвидностьпен жұмыс істейді, қосымша тепе-теңдікті орнайды, одан кейін сыртқы ликвидностьқа, дальше байсайт ликвидностьқа, немесе sell side ликвидностьқа ұмтылып кетеді. Вот и все, ағайын. Бұл видеода біз полностью ликвидностьте мен өзім қалай қараймын, соны түсіндіріп өттім. Сондай-ақ имбалансқа қалай қараймын мен. Яғни ребалансировка, имбаланс дегеніміз. Вот тура осы логиканы пайдалану арқылы сіздер уже 60-70% win rate ұстай аласыздар. Егер де мен видеода айтқан материалды жақсылап пайдалана алсаңыздар. Қосымша каналда видеолар бар, оларды көру арқылы сіздер именно өзіңізге ыңғайлы сетапты таба аласыздар. Насчет этого уайымдамай қойсаңыздар болады, себебі осы уақытқа дейін мен нарратив қалай анықтау керек, полностью дневник қалай жүргізу керек, там SMT, ликвидностьпен жұмыс істеу бүгінгі видео, имбаланс, вот осылар арқылы сіз смело кез келген сетап қалыптастыра аласыз.
яғни сіз уже ликвидностьтің логикасын түсінесіз, сіз уже имбаланс ребалансировканы түсінесіз, сіз уже ХТФ пен ЛТФ контексті байланыстыра аласыз, яғни үлкен таймфреймнен кіші таймфреймге дейін. Вот осы информацияны пайдалану арқылы сіз просто так өзіңізге самый идеальный сетап байланыстырып аласыз. Например, маған ұнайды часовой 4 сағат таймфреймде жұмыс істеген. Егер де мен интрадей, мен интрадей трейдермін ғой. Маған қалай ыңғайлы? 4 сағаттық свеча, например, бізде бір күннің ішінде 24 сағат бар. 24 сағаттың бізде 6 тал 4 сағаттық свеча бар. Оның үшеуінде біз сауда жасамаймыз. Условно біз сауда жасаймыз 1.00 свечасында, 5.00 свечасында, 9.00 свечасында. Почему? Потому что килл зоналар бізде осының ішінде, осы үшеуінің ішінде. Біз осы үшеуінің ішінде ғана сауда жасаймыз. А уже ар жағындағы мені қызықтырмайды, яғни азиатская сессия 21.00, 17.00 это уже мені қызықтырмайды. А 13.00 это уже PM сессия болып кетеді, ол кезде волатильность төмен. Ол просто маған ұнамайды, плюс бізде түн болып кетеді, из-за этого мен оны сауда жасамаймын. Маған ыңғайлы осы 4 сағаттық свечамен жұмыс істеп, часовой свечада черепаш суп ашқан деген сияқты. Например, осы байсайт ликвидность салынды. Мен білемін, что сыртқа ликвидность салынғаннан кейін баға ішкі ликвидностьқа ұмтылатынын. И вот, и все. Ішкі ликвидностьқа сделканы ұстадым, и все. Например, еврода мен осылай сауда жасаймын. Плюс азиатская сессияң мен всегда айтатын сетап бар. Азиан хай лоу алынды, хайна дейін деген сияқты. Қосымша алтын сияқты басқа параларда мен сауда жасаймын. Основном скальп позиция. Үлкен лотпен скальп позиция LTFC. Яғни M15, M5, M1 деген сияқты. Кейбір сделкалар даже 15 секундтық таймфреймде ашылады. SMT, ликвидность, нарратив осы үшеуі арқылы, қарапайым сломды пайдалану арқылы, LTF сломды пайдалану арқылы сіздер уже 60-70%-тық сетап жасай аласыздар. Главное, жақсылап практика жасау керек, жақсылап ол сетаптың отработкасын көріп алу керек. Вот и все, ағайын. Надеюсь, видео пайдалы болды. Видео пайдалы болған жағдайда каналды қолдап, как положено басқаларға таратып, каналға подписаться етіп, аямай комментарий жазып, видеоға лайк басып, чтобы осы видео рекомендацияға ютубтың шығатындай. Почему? Потому что бұл каналдың мақсаты, бұл ютуб каналдың мақсаты, менің мақсатым максимально көпшілікке смарт мани концепциясын максимально қарапайым, максимально пайдалы қылып түсіндіру, сондай-ақ бүткіл информацияны тегін беру. Себебі қазіргі уақытта мен ең бірінші видеомда айтқандай, Қазақстанда инфо-цыган слишком көп болып кетті. Біреуді бақпай қағайын, просто так өзіміздің халық даму үшін, халық осы салада жетістікке жету үшін мен осы каналды аштым. Бұл каналда максимально қарапайым тілде, максимально қысқа нұсқа осының бәрі түсіндіріледі. Кейбіреулер айтуы мүмкін, Қуаныш, бұл қысқа нұсқа емес, видеоларың сенің кем дегенде 20 минуттан болады деген сияқты. Егер де сіз бұл видеоны ұзақ деп санайтын болсаңыз, ICT-дің обычный видеосын ашып көріңіз. Ең қысқа видеосы 40 минуттан, ең ұзақ видеосы 5 сағаттан болады. Оның жанында менің каналға салған, осы 5-ші видео. 5 видеоның өзі өте қысқа болады. Smart Money зерттеген кез келген трейдер біледі, что ICT-дің видеолары немесе басқа да трейдерлардың видеолары 2-3 сағат болады. Ал бұл видеоларда мен максимально сжатый қылып сіздерге информацияны берудемін. Сондықтан ағайын, максимально бұл видеоны көпшілік көрсін, пайдалансын, өзінің пайдасына жаратсын, қосымша трейдингтен ақша тапсын. Там, условно, сіз нарыққа келді екенде, ешкім банкрот болып қалмайды. Күнделікті өміріңізге жететін табысты тауып, сол арқылы бірде болсын қазақтың жағдайы жақсарса, ол мен уже ойлаймын, что мен миссиям орындалды, мен көпшілікке пайдамды тигіздім деген сияқты. Себебі бір адамға пайдам тисе, ол екіншіге тигізеді, ол үшіншіге тигізеді деген сияқты. Менің және де жалпы каналдың, телеграм каналдың, ютуб каналдың мақсаты осы, көпшілікке пайдам тигізу. Сондықтан ағайын айтып өткен сияқты, подписка, лайк, аямай комментарий жазыңыздар. Осы видео пайдалы болды деген ойдамын. Сондықтан алдын ала рахмет, және де сау болыңыздар.